Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен универсал қамыр, яғни манты, пельмен, кеспе, май қамыр, бешбармақ секілді тағамдарымызға пайдалана беретін қамыр дайындаймыз. Өлшемдерін астына қалдырып кетем. Ең алдымен біраз қасық тұзымызды суымызға салып, жақсылап ерігенше араластырып, үстінен бір қасық сұйық майымызды құямыз. Дайын болған сұйық массамызды ұнымыздың үстінен құямыз. Және де 3 жұмыртқаны да бірден құямыз үстінен. Одан соң шамамен 7-10 минуттай басы біріккенге дейін қамырымызды илейміз. Басы бірікпейтіндей болып көрінеді. Бірақ жақсылап илегеннен кейін басы бірігіп, қатты емес, жұмсақ емес, бізде орташа тығыздықтағы қамыр дайын болады. Видео рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Дайын болған қамырымызды пакетикке салып, 1,5-2 сағатқа демалуға қоямыз. Мендегі қамыр шамамен 1,5 келіден аса шықты. Қаласаңыздар 2 бөлікке, немесе мен секілді 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Одан соң керек асыңызға пайдалана бересіз. Сіздермен бірге болған жайдары ас болсын.